Алтыншы сынып қазақ тілі пәні. Балалар, кітапхана туралы не білесіздер? Кітап бізге не үшін қажет? Сабақтың тақырыбы отырар кітапханасы. Оқу мақсаты. Бағалау критерийлері. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді мұқият оқыңыздар. Мәтінде кездескен сөздер. Мәтін бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Отырар кітапханасына кітап қалай жинақталған? Отырар кітапханасы неге әлемдегі екінші үлкен кітапхана атанған? Сендердің ойларынша отырар кітапханасы табылуы мүмкін бе? Бірінші тапсырма. Мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты табыңыз. Екінші тапсырма. Мәтіннен негізгі ақпаратты анықтауға бағытталған екі сұрақ құрастырыңыз. Үшінші тапсырма. Оқылым материалы негізінде отырар кітапханасы туралы жинақы мәтін жазыңыз. Ежелгі отырар қаласы. Отырар туралы қосымша мәлімет. Балалар, отырар кітапханасы туралы не білдіңіздер? Сіздер үшін сабақта не құнды болды? Тағы не білгілеріңіз келеді?